Жаңыл Шекербекұлы рахматулла, назарыңызда. Күн қайырлы болсын дейін десем, мына жақта қайырлы емес, бір қайғылы деуге болады. Мына жағдайда арттағы көріністі көріп тұрсыз ба? Ағайын, мынау не сұмдық? Мына Кентау емес, Қоқыстау деп ауыстырайық та қаланың атын. Мына Рысқұлов көшесі. Мұнда жаңа емхана бар. Қай жер деп түсінбей жатқан болсаңыздар, бір ауғанға кіріп кетті ма жан бол деп таңғалмаңыздар. Мына үйлердің алдында қоқыстар түсіріп жатырмын, байқамаған болсаңыздар. Мына бір жерге бір КамАЗбен қоқыс алып кеп тастап тастаған деп ойламаңыздар. Мына осы жердегі айналадағы кісілердің қоқысы. Мынау не сұмдық? Мен айтарға сөз таба алмай жатырмын. Мақажанов, Кентау қаласының әкімі, Нұр Отан партиясының осы Кентау қалалық төрағасы Балабиев, Талғат Балабиев, Қайраттың Түркістан облысы маслихат депутатының хатшысының інісі, Кентау қаласының маслихаттың хатшысы, депутаты. Мен сендерге айтарға мына жерде шок болып тұрмыз, шок. Не дерімді білмеймін. Қандай нас адамсыңдар? Сендер Өмірзақ Шөкеев, нан қазір бір машина жалдап есігің алдына апарып тастайын ба? Айтшы. Кентауда бір емес, екеу болып кетті. Екі қоқыспен айналысатын компания бар. Тазалық Кентау. Міне саған тазалық. Міне саған тазалық. Екеуісі Кентау жан ба, жан Кентау ма? Қандай есігем адам қойған ол? Компанияның атын Кентау жан деп, қоқыспен айналысатын компанияның. Осы ма сенің жаның? Атаханов ба, Руслансың ба, кімсің? Мақажанов. Досың айтсайшы, анда-санда болып жұмыс істеп тұрсың, ақшаны ала бергеннен. Ұят болады десейші, ұятты білесіңдер ма? Танысыңдар ма? Ондай қасиетпен таныс емессіңдер ма? Таңым бар, айтарға сөзім жоқ. Мына бір күндік қоқыс емес қой, жаңа ғана бір КамАЗ келіп, мына жерге рұқсатсыз қоқыс төгіп кетті деп айта алмайсыңдар ғой. Маған қара. Мына Рысқұлов көшесінің бойы бүкіл көшеде көрініп тұр, міне қоқыстар, қаптар, мына жақта да, мына жақта да. Бір емес, екі компания бар ғой, екі компания. Не, қойшы көп болса қой арам өледі дейді, сондай болды ма, не болып кетті өзі? Сілімтіксіңдер ма, несіңдер сендер? Адамсыңдар ма, жұмыс істейсіңдер ма, істемейсіңдер ма? Құрсаңдаршы қаладан істемейтін болсаңдар. Берсеңдер шорын істейтін адамға. Мақажанов, сен досым екен, танысым екен, құдам екен, жекжатым екен деген қашан қоясың? Қашан жұмыс істейтін адамдарды қызметке аласың? Сені Шөкеев бухгалтерімде, уалейкум ассалам, бухгалтерім ғой деп, танысым ғой, інішегім ғой деп алғанына қарағанда сенде дәл солай түсінік қалып тастап қалған ба? Эфир жалғасуда. Жаңағы Рысқұлов көшесінің бойындағы ғана сондай зұлымдық жасалып жатыр. Бір Кентау жан ба, тазалық Кентаудың ба, есіне ма, Дәурен Мақажановқа ма, сол көшенің тұрғындары жамандық жасап қойып, соларға сондай кек алып жатыр ма десе, мынау Жұмабаев көшесі. Көріп тұрмыз ғой, үйлердің алды. Опа. Мына қаланың барлық жері осында қоқысхана сияқты ғой. Мінеке қоқыстарына қаптар. Көрініп тұр ма, бұлыңғыр болып тұр камерадан. Әрбірін жанына барып жүрейін бәлде. Таңым бар, жігіттер, сендерге таңым бар. Қалайша ана
есеп шотқа квитанцияға қосып жібересіңдер да ақшаны, соны анда қалай тамақтарыңнан өтеді, қақалып өліп қалмай қалай жүрсіңдер, адалынан жесеңдер, жейтін болсаңдар. Ақша жетпей жатса оны айтсаңдар, садақа жинайық та сендерге, қор ашып қойық. Тойымсыздар қор деп, сендер тойдырайық. Білмеймін, не айтарым сендерге сөз ұқпайтын адамдарға қандай сөз айтарын білмей тұрмын. Қоқысқанан көріп тұрмыз ғой, үйлердің алдында мында қоқыс жинайтын машине. 2 компания бар, жаңа қайталап айтайын. Қойшы көп болса қой арам өледі деген осы ғой. Жайдан жай айтылмаған қазақтың сөзі. Жанбол Шекербекұлы, рахматулла, байланыса боламыз.